Сіздер интернетте кездейсоқ жазылған комментарийден жылағансыздар ма? Немесе 3 жыл бұрынғы ятты сәтті ойлап, бір түн бойы ұйықтай алмай мазасызданғансыздар ма? Бір әріптестің теріс қарағанынан ішімізде бір нәрсе тығылып, қысылып қалғанын сезінгенсіздер ме? Егер осындай сезімді бастан өткерсеңіздер, сіз жалғыз емессіз. Және жоқ, сізде ешқандай мәселе жоқ. Бүгін біз кейбір адамдардың әлемді соншалықты күшті сезінетінін, әр эмоцияның жүрекке батып, қатты әсер ететінін түсіндіріп көрейік. Ең маңыздысы, мен сіздерге бұл ерекшеліктің әлсіздік емес, керісінше басқа бір нәрсе екенін көрсетемін. Осы мәліметтерді білген соң, сіз өзіңізге деген көзқарасымызды түбегейлі өзгертуіміз мүмкін. Алдымен бұл туралы не айтылып жатқанын түсініп алайық. Біз бәрін жүрекке жақын қабылдайтын адамдар туралы айтқанда, тек эмоциялы болу дегенді меңзеп отырған жоқпыз. Бұл адамдардың күнделікті өмірдің қиындықтарына қарсы қорғаныш қабаты жоқ. Мысалы, қарапайым адам жұмыстағы сынға қалай қарайды? О, мүмкін, жақсы қабылдаймын деп ойланады. Ал бәрін жүрекке жақын қабылдайтын адам дәл сол сөзді естігенде, оның миында целая ойлар каскады басталады. Мен бәрін дұрыс істемеймін. Мені бағаламайды. Мен жеткіліксізмін. Мүмкін бәрі де солай ойлайды, бірақ үндемейді. Бұл айырмашылық үлкен, дұрыс па? Бірақ қызығы сол, бұл ерекшелік еш жерде жайдан жай пайда болмайды. Қазір мен сіздерге көптеген адамдар білмейтін бір нәрсені айтып беремін. Қосымша сезімталдық 3 фактордың тоғысында қалыптасады. Біріншісі бұл туылған темпераментіміз. Шамамен 15-тен 20%-ға дейін адамдар өздерінің сезімтал жүйесімен дүниеге келеді. Олар дыбыстарға, иістерге, айналадағы адамдардың эмоцияларына қатты әсер етеді. Бұл ауру емес, бұл қалыпты жағдай. Көзіңіздің түсі сияқты, немесе бойыңыздың ұзындығы сияқты. Екінші фактор – балалық тәжірибе. Егер бала үнемі ата-анасының көңіл-күйін байқауы керек болса, өзін қауіпсіз сезіну үшін, онда бұл жүйе өмір бойына сақталып қалады. Кішкентай бала әкесі мен анасының көңіл-күйіндегі кішкентай өзгерістерді сезінуге үйренеді. Бұл аман қалу механизмі. Ол кейін жеке қасиетке айналады. Ал үшінші фактор – травмалық тәжірибе. Тіпті бір ғана жағдай, сіздің сезімдеріңіз бағаланбай немесе күле отырып мазақ етілген болса, бұл әлемді қауіпті жер деп қабылдауға үйретеді. Бірақ сіз білесіз бе, ең парадоксалды нәрсе. Қоғам қатты сезімтал деп айтайтын нәрсе шынында ерекше қабілет. Мен қазір оны дәлелдеймін. Әр нәрсені жүрекке жақын қабылдайтын адамдарда эмпатия қабілеті өте күшті болады. Олар басқалардың ауруын сөзсіз түсінеді. Бұл оларды ең жақсы достар, серіктер, қолдау іздеген адамдар етеді. Олардың ішкі әлемі тұтас бір ғалам. Олар басқалар байқамай өтетін сұлулықты таба алады. Музыка оларды жылайды, күннің батуына қарайды. Ал өнер оларға түрлі сезімдерді сезіндіреді. Бұл әлсіздік емес, бұл тәжірибе байлығы. Ол көпшілігіне қол жетімсіз. Көптеген жағдайда осындай адамдар шын мәнінде құнды нәрселер жасайды. Себебі олар орташа нәрсе жасауға қабілетті емес. Олар жан тәнімен беріледі. Олар перфекционистер емес. Басқалардан жақсы болу үшін емес, жасағақ нәрсесіне жауапкершілік сезінеді. Бірақ әрине, медальдің екінші жағы да бар. Ал осында шынайы проблемалар басталады. Оларды ашық айту керек. Үнемі эмоционалды жүктеме, бұл үнемі өрт дабылы қосылғандай өмір сүру. Ми кез келген кішкентай тітіркендіргішке қауіптілік ретінде жауап береді. Коллеганың кездейсоқ айтқан сөзі барлық күнді бұзуы мүмкін. Жақын адаммен жаңжал бүкіл әлемдік апат сияқты сезіледі. Бұл созылмалы күйзеліс тудырады. Дене нақты қауіп пен ойша қауіп арасындағы айырмашылықты түсінбейді. Кортизол деңгейі жоғарылайды, ұйқы бұзылады, алаңдаушылық пайда болады. Уақыт өте келе бұл депрессияға, паникалық шабуылдарға, психосоматикалық ауруларға айналуы мүмкін. Тағы бір қауіпті тұзақ – бұл басқалардың пікірімен тәуелділік. Қандай да бір адамның реакциясына тым сезімтал бола бастағанда, сіз өз өміріңізді барлық адамға ұнау үшін құра бастайсыз. Сіз өзіңізді, өз тілектеріңізді, шекараларыңызды ұмытып, тек қана біреудің наразылығын тудырмау үшін бәрін жасайсыз. Және кейін не болатынын білесіз бе? Сіз өз сезімталдығыңыздың тұтқынына айналасыз.
бірақ шығу жолы бар, және ол қалың терге айналуда емес. Бірінші және ең маңыздысы, өз сезімталдығыңызды қабылдаңыз. Онымен күреспеңіз, оны ұялмаңыз. Бұл мінездің кемшілігі емес, бұл сіздің жүйке жүйеңіздің ерекшелігі. Мысалы, сізде керемет музыкалық есту қабілеті бар деп ойлаңыз. Бұл жаман емес. Тек қана дұрыс емес дыбыстар сіздің құлағыңызды басқаларға қарағанда қаттырақ мазалайды. Екінші қадам, өз эмоцияларыңызды және басқалардың эмоцияларын айыра білу. Өте сезімтал адамдар көбіне айналасындағы адамдардың көңіл күйін губка сияқты сіміреді. Сіз ашуландыңыз ба, әлде бұл сіздің серіктесіңіздің ашуы ма? Оны сездіңіз бе? Сіз алаңдауласыз ба, әлде бұл жұмыс орнындағы ұжымның алаңдаушылығы ма? Бұл сұрақты үнемі өзіңізге қойыңыз. Үшінші, эмоционалдық гигиена жүйесін жасаңыз. Күнделікті тістеріңізді тазалағандай, эмоцияларды шығару үшін сізге арнайы рәсімдер қажет. Бұл күнделік жүргізу, медитация, табиғатта серуендеу, шығармашылық болуы мүмкін. Өзіңізге күні бойы жиналған эмоцияларды өңдеуге көмектесетін нәрсені табыңыз. Төртінші, шекараларды орнатыңыз. Бұл сезімтал адамдар үшін әсіресе қиын, себебі бас тарту бұл сатқындық сияқты көрінеді. Бірақ шындық мынада. Жоқ деп айту бұл эгоизм емес, бұл өзін қорғау. Сіз барлы уақытта қол жетімді бола алмайсыз, толықтай күйіп қалмайынша. Бесінші, бұл мен ең қуатты құрал деп санаймын. Ал көп адамдар мұны тіпті білмейді. Ішкі сыншыңызбен сөйлесуді үйреніңіз. Сезімтал адамдарда ол әсіресе қатал. Сіздердің ойларыңызда барлығын бұздың, сен жеткіліксізсің, бәрі сені сынайды деген сөздер естілгенде тоқтаңыз. Сіз өзіңізге, менде қандай дәлелдер бар деп сұраңыз. Көбінесе олар жоқ. Бұл тек қорқыныштан туған автоматты ойлар ғана. Оларды нақтырақ ойлармен ауыстырыңыз. Мен қателік жібердім, және бұл қалыпты. Барлығы маған ұнау керек емес. Мен осы жағдайда қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын. Тағы бір қуатты әдіс – сырттан бақылаушы әдісі. Эмоциялар басым болған кезде сіз жағдайға сырттан қарап тұрғандай елестетіңіз. Не айтар едіңіз, егер досыңыз дәл сол жағдайда болса? Әдетте біз басқаларға өзімізде қарағанда анағұрлым мейірімді боламыз. Сондай-ақ маңызды нәрсе. Сезінген барлық нәрсе бірден әрекет етуге міндетті емес екенін түсіну. Эмоциялар – бұл толқындар. Олар келеді, шыңына жетіп, кейін қайтадан төмендейді. Сізге эмоциялық бауыл кезінде әрекет ету қажет емес. Сіз жай ғана күтіп, толқынның өтуін күтуге болады. Бірақ бұл мәселенің тағы бір түсінік деңгейі бар. Ол бәрін өзгертеді. Қазір мен сіздерге айтатын нәрсе парадоксалды болуы мүмкін, бірақ бұл нағыз ішкі еркіндікке жетудің кілті. Сіз неғұрлым сезінбеуге тырыссаңыз, соғұрлым сіз сезінесіз. Бұл ақ аю туралы ойлама деп өзіңізге айту сияқты. Және сіз оны ойлап үлгересіз. Эмоцияларда дәл солай жұмыс істейді. Оларды басып тастау тек оларды күшейтеді.